Алматы облысында Ворошилов су қоймасы жарылып 40 тонна балық сумен ағып кеткен. Осылайша Байкент ауылының халқы тегін балыққа қарық болған. Ел жұрт 2 күннен бері сазан, көксерке мен ақамурды қармақпен де қолмен де аулап жүр. Ал су қоймасының иесі шығынды кімнен өтерін білмей дал болуда. Тілшіміз Нұртіле Жылқышбай толықтырсын. Апат өткен сенбіде міне осы Ворошилов су қоймасында болды. Әу баста кішкентай ғана тесіктен су атқылап аққан екен. Кейін қарқыны күшейіп, жарты сағаттың ішінде мына бөгетті жарып жіберген. Сарқырап аққан су Жармұхамет өзенінің негізгі арнасына түсіпті. Ары 2 тоспаға құйылған. Абырой болғанда маңайында орналасқан елді мекендерге қауіп төнбепті. Ал сусыз қалған қойманың иесі шаш етектен шығынға баттым деп отыр. Мы в 17 году его взяли. Ворошилов су қоймасын біз 2017 жылы тендермен 49 жылға ұтып алғанбыз. Осында келетін балықшылардың арқасында күн көріп келген едік. Енді жұмысымыз тоқтап қалды. Апатқа біздің кінәміз жоқ. Менің ойымша бұл жер сілкінісінің кесірі. 40 тоннадай балық төмен қарай ағып кетті. Кәсіпкер шарасыз күйге үшсе, ел жұрт төмен қарай ағып кеткен балықтарды аулап әлек. 2 күн тоқтамай мұнда балықшылардың саны үзілмеген. Бірі қармақпен, өзгелері тормен, енді бірі шынышқымен шаншып жүр. Әрқайсысы қоржынын толтырып үлгерген. Бір 500 кило салдым ау деймін. Ең үлкені қанша болды, ең үлкені? Примерно 15 килодай ғой. Ұзындығы қанша? Метр ғой. Қандай балықтар түрлері бар? Так, судак бар, амур бар, сазан бар. Әзірге бөгеттің жарылуына нақты не түрткі болғаны белгісіз. Бірақ нөсер жауын шашыннан емес екені анық. Өйткені сол сәтте су қоймасы жартылай ғана толып тұрған. Көлдің сыйымдылығы 1.360.000 куб. Қазіргі таңда бұл жерде 50%-ында болған 700 куб су болған ол кезде. Жоғары емес, бұл төменгі қабатынан жарылған. Енді олған ол нақты енді өзінің уақытында келген шығар, өйткені 1910 жылдан бері тұр бұл жерде болған нәрсе, бірақ та күрделі жөндеу жұмыстар бұл жерге жүргізілмеген әлі. Ал бөгетті кім қалыпқа келтіріп, шығынды кім өтейтінін әкім айта алмады. Су қоймасы мемлекеттің меншігінде болғасын, кәсіпкерге қол ұшын созамыз деп сендірді. Нұртілеу Жылқышбай, Вячеслав Тимофеев, КТК.